Қазақ адамды малдың терісіне орап қандай аурудан емдеген? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бақытты отбасы арнасы. Желіде жаңадан сойылған малдың терісіне оралып жатқан адамның видеосы тарады. Белгілісі, бұл емдік мақсатта қолданылатын әдіс екен. Емдеуде қолданылатын ерекше әдіс туралы не белгілі? Малдың терісі не үшін қолданылады? Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тарих факультетінің археология, этнология және музеология кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Бибизия Қалшабаева малдың терісіне ораудың емдік қасиеті туралы айтты. Адамды қой терісіне орау бұрыннан келе жатқан емдеу тәсілі деуге болады. Себебі қойдың терісіне адамды орап терлетеді. Ол көбіне денесін суық алған, қатты ауырып жүрген адамдарға ем. Ол тәсіл әлі де кездеседі. Артынша адамға сорпа беріп жатады дейді маман. Ауырмаңыз газетіндегі мәлімет бойынша белсіздікті емдеуде қошқардың терісі де ем екен. Мысалы, сол кездегі емшілер белсіздікке душар болғандарды киік мүйізінің ортасындағы сұйық затпен, қошқардың, бұқаның терісімен және емдік қасиеті бар киік отымен емдеген екен. Белсіз ер адамды жаңадан сойылған қошқар терісіне орап тастайтын болған. Ол теріні оранған қалпы 1 сағаттан астам жатады. Оған киік отынан қайнатылған шай береді. Суды қайнатып, оған киік оты шөбін салып, дәрілік қоспа әзірлейді екен. Сосын адам осы суға шомылдырылады. Кейбір емшілер белсіздікке душар болғандарды көп жағдайда жаңадан сойылған бұқаның немесе қошқар терісінің ыстық буына орап ем-дом жасайды екен. Сонымен қатар науқасты 7-9 күн бойы киік оты өсімдігі қосылған ваннаға түсіріп емдеген. Еркектің белі мен арқасын, қуық астын қойдың ішкі майымен сылап массаж жасаған. Араға 1 жеті өткізіп барып, адамға дем салады екен. Сондай-ақ шетпе болған баланы ақ немесе көк ешкінің жаңа сойылған терісіне орап, жел құзынан арылту, сусамыр ауруына, әбден арған ешкінің еті 1001 ем болса, емдік қасиеті бар әрі балалардың денсаулығын жақсартады. Безгек болған адамды жаңадан сойылған жылқы терісіне орау, айналшық деген қойдың маңдайына жылқының ту құйрығын бір тал қылып жүгірту, босана алмай жатқан әйелдің үстіне ат секірту, толып жатқан сыртқы емдік қасиетін былай қойғанда, жылқы майының өзі талай ауруға ем екен, талай дертке шипа. Ал сіз бұл жайында білдіңіз бе? Денсаулығыңыз мықты болсын.